сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен 2 картоп және 1 жұмыртқадан ғана әзірлеуге болатын осындай тағамның рецебімен бөліскім келеді. Бұл 2 картоптан пісіретін ерекше тағамыз. 2 картопымызды суға пісіріп, енді осыны езетін боламыз. Енді осы 2 картопымызды жақсылап езіп аламыз. Өте балаларға да пісіріп берсеңіздер дәмді, өздеріңіздер де жегенге өте дәмді. Бұның көп ештеңе керегі жоқ. 2 картоп пен 1 жұмыртқа болса болды. Үйіңізде осы тамақты әзірлеуге болады. Қандай әбден жақсылап езіп аламыз картопымызды. Картопты осылай жақсылап езіп аласыздар. Барлығын жақсылап езіп аламыз картопымызды. Енді бұл картопқа менде мұнда 1 кішкене қасық паприка, қара бұрыш. Осының барлығын қара бұрышты өздеріңіз мөлшерлейсіздер. Осыны сеуіп аламыз. Енді бұған петрушкамызды, менде мұнда кептірілген петрушка үйде болып атса, кәдімгі петрушкада қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Және де кішкене тұз салып жіберейік. Тұзымызды салайық. Енді осы картоптың үстіне менде мұнда 2 қасық кукурузный крахмал, кукуруздық крахмал жүгерінің болса, картоптікі не болмаса осы жүгерінің крахмалын қосасыздар. Бұл жерде 2 үлкен қасық қостым. Енді осы барлық затымызды жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, енді кішкене қолымызбен картошкамызды илеп аламыз. Ойбай, бісмілләсі шашырап атырмын. Жақсылап заттарымызды араластырып. Осылай картопымызды жақсылап илеп алдық. Осылай жақсылап илеп аламыз. Енді осы картопымызды бөлеміз. Бөліп 6 бөлікке бөліп аламыз. Енді осы картопымызды 6 бөлікке бөліп, осылай жақсылап ұзыншақты қылып жасап шығамыз. Домалатып. Барлығын осылай жасап шығамыз. Енді осы картопымызды вилкамызбен басып әдемілейміз. Барлығын осылай басып шығасыздар. Өте дәмді болады, жасап көрсеңіздер болады. Өте қиын емес, оңай. Таңғы асқа да әзірлеп берсеңіздер болады балаларға. Енді осыны барлығын бөліп шығамыз. Бөліп тақтайымызға дізіп шығайық. Міне. Барлығын осылай
бөліп қойып шығамыз. Барлығын осылай бөліп аламыз. Енді осының несін дайындайық келесін. Енді бір жұмыртқамызды жарып аламыз. Жарып, оны жақсылап араластырасыздар. Келесі кептірілген нанымызды ыдысымызға салып аламыз. Кептірілген нанымызды салып, осының үстіне менде мұнда моцарелла, барлық қандай ірімшік бар үйіңізде қолдануға болады. Бір 100 грамм, 50 грамм даже жетеді. 50 грамм сырыңызды өткізгіштен өткізіп аламыз. Қандай ірімшік бар, барлығы келе береді. Осылай өткізіп аламыз. Өткізгіштен өткізіп, жаңағы немізді, ірімшігімізбен нанымызды осылай араластырып аламыз. Майымызды қыздырып алдық, майдың мөлшерін өздері көресіздер. Енді осыған жұмыртқаға жаңағы картопымызды салып, картопымызды осы жұмыртқаға аунатып, жаңағы нанымызға аунатып аламыз. Нанымызды аунатып, енді майымызға салып қуыра бастаймыз. Барлығын осылай жұмыртқаға аунатып, бірінші жұмыртқаға аунатып алып, осыған салып қуыра бастаймыз. Екі жағын әбден қызартып қуырып шығасыздар. Жаңағы картоптан жасалған тамағымыз әзір болды. Енді бұны мен дәмін көрейін деп қуырып болдық. Өте әйбат шықты. Қызарып, екі жағын қуырасыздар. Бұны енді кетчуппен үйде не бар, сонымен жеп көрсеңіздер. Өте дәмді. Өте дәмді шыққан екен. Жасап көрсеңіздер болады міне. Бұл рецептің ұнап жатса, менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.